Нұр Отан партиясының қалалық филиалы саяси кеңесінің жиналысын филиал төрағасы Ардақ Қаңтарбаев жүргізді. Алғашқы сұрақ 30-шы партконференцияның өткізу күнін бекітуге арналса, саяси кеңес мүшелері оны сәуірдің 29-на белгілеп дауыс берді. Екінші сұрақ партияның бастауыш ұйымдарының есеп беру сайлау жиналыстарын өткізу күндерін кестесін бекітуге арналды. Вношу предложение о проведении Бастауыш ұйымдардың есеп беру сайлау жиналыстарын сәуірдің 21-22 күндері өткізу керек деп ұсыныс айтамын. Ал саяси кеңес мүшелерін әрбір бастауыш партия ұйымына бекітуді сұраймын. Саяси кеңес мүшелері оны да бір ауыздан қолдады. Бұдан соң филиал кеңесшісі Диана Абенова партияның қалалық филиалы құрамынан 7 қоғамдық кеңес құрылатынын мәлімдеді. Олар партиялық бақылау комитеті, жастарды қолдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, денсаулық сақтау және білім саласы, әлеуметтік мәселелер, өңірді дамыту, экологиялық мәселелер жөніндегі кеңестер. Саяси кеңес мүшелері олардың құрамында бекітіп, өз жиындарын аяқтады.